ғана ма? Аллах Тағала қандай да бір пайғамбарды жіберген болса, ол пайғамбар міндетті түрде қой баққан еді дейді. Сізде ме Аллахтың елшісі деп сұраған кезде, менде де азғантай табыс үшін меккеліктердің қойын бағушы едім дейді. Бір пайғамбар жоқ қой бақпаған дегендей. Пайғамбарымыздың қой бағудың бай қарасаңыз бір үлкен мектеп екен бұл, құрметті жамағат. Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қой бақтыруының өзі. Біріншіден, бұл жердегі алынатын пайда, қойдың қасында жүрген адам жауапкершілікті сезеді. Және бағушы, тәрбиелеуші, қараушы. Ол сабырлық керек ол. Неге? Өйткені таңертеңнен кешке дейін бағасың. Күннің астында алып кеткен кішкентай азығың бар. Ешкім келіп қасыңа келіп қалайсың деп ештеңе айтпайды. Кешке қайтып орасың, сол кезде ғана алдыңызға жаңағы тамағыңызды қояды дегенді. Сонда жаңағы сабырдың бәрі, таңертеңнен кешке дейінгі сабыр қойдың рахат үшінде, қойдың жайылып жүруі, солар жейді, семіреді, соларға жақсы жер, анау жерге қарай апарайын деген нәрсе өзіңіз ойнайсыз. Ол жай нәрсе емес. Алла Тағала қалады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы кәсіппен айналысуын. Сонда бірінші нәрсе бұл сабырлық. Екінші нәрсе өжеттілік. Неге? Өйткені қасқыр келіп қалады, жыртқыш келіп қалады. Кім қорғайды сізден басқа? Қашып кетсек, онда елді тастап қашып кеткен адам сияқты боламыз. Соқтан сол жерде жаңағы таяқпен болса да, таспен болса да, ана сақпан деген нәрселер болады, мынандай тас лақтырып қуатын. Кезінде Дауд пайғамбар да қой баққан. Сол жыртқыштардан қорғау, сол нәрсеге қарсы жағын ету, жаңбыр жауып кетсе не істеймін? Соның барлығын қарап тұрсаңыз, сіздің бойында не бар? Өжеттілік деген нәрсе дамиды. Я Алла деп жаңағыдай тәуекел етесіз, жерде шаман келген нәрсені істей бересің. Сіздің бойыңызда өжеттілік қасиеті болады. Былай қарасаң, қойшы деп қана қоя салады ғой. Ол жай қойшы емес, ол қойды қорғап қана жүрген қойшы емес ол. Өйткені елге қарай дұшпан келсе, ең бірінші оны төсімен қабылдайтын қойшылар жайып жүрген. Ең бірінші солар ғой көретін. Соқтан бұл жерде үлкен мағыналар жатыр да. Сосын адамның ойлануы әрдайым. Телефон жоқ, жаңағыдай мысалы, қойды қойып қоясың да, мысалы, айналаға қарап ойлану деген нәрселер. Күмән сенің ақылың Алла Тағала жаратқан нәрселермен жұмыс істеп жатады да. Не үшін Алла Тағала жаңағы афала янзуруна иля либили кайфа хулиқат, ана түйеге қарамай ма қалай жаратылған, ана аспанға қарамай ма қалай көтерілген, ана жерге қарамай ма қалай төселген. Бұны қой бағып жүрген адам көрмесе, бұны қаладағы адам көре ме бұны? Осындай нәрсе. Қаладағы адамға қар жауып жатса да, ой жаңбыр жауып кетті ғой деп болды. Ол жаңбырды құр жаңағы зонтикпен ғана болмаса құр, ол оны басқаша сезе алмайды ол. Ауылда жаңбыр, ана қойды құтқарасың, ойбай мынаны былай істейік, мына бүйтейік деген нәрселер, жел дауыл тұрып жатса да дегендей нәрселер. Сондықтан ауылдағы жаңағы қой бағып жүрген адамның өзінде Алла Тағала осындай тәрбиелерді қалаған. Үшіншіден мейірімділік. Бірінші айттық сабырлық, одан кейін өжеттілік. Үшінші рахымдылық, мейірімділік. Неге? Өйткені біреу қой бір жерін қайырып алса, көрдіңіз бе? Ауырып қалса, кім оған? Ана қозыны кім көтеріп жүреді? Оның барлығы жаңағы табыс қой, әрбір қозы бір табыста ол. Соны көтеріп келуін, қарап жүруін дегендей нәрсе жан ашырлықты үйретеді. Сосын қойдың өзі, басқа малдар мінезінің өзі, қой деген мүлде үндемейді ғой. Қойда мүлде әңгіме жоқ сізге. Ол семірсе де айтады ғой, семіздікті қой ғана көтереді деп. Ол семірсе де ол сол қой, ол басқаша болмайды ешқашан. Адам өзгеріп кетуі мүмкін да, мысалы. Сол осы нәрселердің өзінде үлкен сабақтар жатыр да. Соның тағы бір пайдасы кәсіп, еңбекпен шұғылдануы баланың жас кезінен. Мәшһүр Жүсіп айтады ғой, адам болам десең, кісі болам десең, өзіңді де балаңды да аяма дейді. Еңбек, аянбай еңбек ет деп жатыр да. Сонда мына еңбектің өзіне қарасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ма акала ахадун дейді. Минал анбия илля ан якуна мин амали ядихи. Кез келген пайғамбар тамақ ішкен кезде, сусын ішкен кезде, тек қана өзінің қолымен табылған тамақтан ішетін дейді. Арас пайғамбарлардың өмірі қандай болғанда? Өзінің қолы еңбегі кіріскен тамақтан ғана ішетін дейді ол. Ва инна Дауд алейхиссалам нәби Алла, сондай-ақ қана Алланың пайғамбары Дауттың өзі кана якулу мин амали ядихи. Өзінің өз қолымен тапқан
еңбектен жейтін еді дейді. Неге басқа пайғамбарлардан гөрі Дауытты айтты? Өйткені Дауыт патша болды ғой. Қараса, патшаның өзі өз қолымен кіріскен нәрсеге дейді. Пайғамбарымыз кейде бір жолаушыға шығып қалып, бір адамдар бір қозыны сойып жіберейік, тамақтанып алайық деп бір сапарларда шығып қалған кезде біреу су дайындап жатса, пайғамбарымыз сасым орнынан тұрып, мен онда отын теріп келейін дейді. Жоқ, Алланың елшісі, отыра беріңіз, өзім істей саламын. Жоқ, мен өз қолым кіріскен нәрседен ғана жеймін дейді. Жаңағы тамақты мысалы әйтеуір бірдеңке, бір отын алып келсең де сенен бірдеңке қосылу керек екен ол жерге. Осы нәрсе бұл жаңағы мұсылманға тән сипат. Өйткені еңбектену деген нәрсе ол сізді тек Аллаға ғана мұқтаж қылатын. Аллаға ғана мұқтаж қылатын. Біреуден ешқашан жаңағыдай біреуге тәуелді де, біреудің көңіліне де, малына да, қолына да ешқашан көзде үміттесе алмайсыз. Сіздің еңбегіңіз бар. Осы қойдың қасында жаңағы пайғамбарымыз сақтап жүруінің өзінде осындай үлкен пайдалы сабақтар бар да.